сәлеметсіз. Бәрін түсіндіріп бердің ме? Жағдайдың бәрін? Мен осы жақында міне соттың шешімі бойынша жұмысқа қайтарылдым. Міне осы Жетісу ауданының соты бойынша жұмысқа қайтарылдым. Иә, осы не сәуірде. Ақшаны да сізге берді ме? Иә, бұл маған деген не ғой? Жағына қатысты. Иә, маған осы уақытта төлеп берді, бұның бәрі төленді. Енді мен жұмысқа кірістім. Баран өшір бердіңіз сіз? Иә, соттың айтуы бойынша бәрі төленді негізі. Қандай сіз претензия? Енді қараңыз, мен қазір жұмысқа қайтадан қабылдандым ғой, жұмыс істеп отырмын. Енді маған күн көріс жоқ қайттан. Мен сізге мына жерде мен жинап бердім, бүкіл қағаз, күнделікті маған шағым жазылады. Күнде шағым, жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ. Күнде келіп, мен сізге қазір бейне жазбаны жіберейін. Копия ма? Копия жасап берейін, мұнан бәрін ала беріңіз. Мұнан бәрін ала беріңіз. Мына жерде керек болса. Бар. Оның несін? Бұл жерде осында бәрі бар. Жаңа еңбек шарты да бар, бәрі де бар. Көрсеңіз. Енді қараңыз. Мен жұмысқа қайтарылдым, иә? Жұмысқа қайтарылдым. Маған сен істейтін жұмыс жоқ, басқа жұмыс істейсің деп, маған хабарланды, уведомление дейді ғой. Хабарландыру берді. Осындай жұмыстарды істейсің деп. Ол жай ғана хабарлама. Ол біздің еңбек шарт бойынша, ол құжат емес. Еңбек шарт бойынша құжат, ол еңбек шарты. Біз жұмысқа кірер кезде біз еңбек шарт. Увольнение ме или другой должность? Бізге басқа, мысалы, функциональный обязанности дейді ғой, басқа қызметтерді атқарасыз осы бухгалтерияның ішінде. Алдында мен басқа қызметтер атқарып отырдым ғой. Қазір енді басқа қызметтер атқарасыз деп маған хабарлама беріп отыр. Ол жай ғана хабарлама. Жарайды деп мен келістім. Ары қарай келесі мысалы. Ары қарай деген демек менің жұмыстарым қызметі өзгергендіктен менің должностная инструкция дейді ғой, лауазымдық түпнұсқау, ол да өзгереді. Дұрыс емес па? Біздің еңбек, мысалы еңбек деген заңымыз бар ғой, иә? Еңбекке қатысты заң бар, иә? Соны бәрі сақталу керек қой. Ол сақталмаса ол не үшін? Енді менің міндеттерім өзгергендіктен, енді менің жаңағы еңбек шартым өзгереді, дұрыс па? Жалақым өзгеру керек, дұрыс емес па? Ары қарай менің жаңағы лауазымдық міндеттерім өзгереді. Оның бәрі деген ресми түрде құжатталмай ма? Ол құжатталмайды. Мен бұл кісілерден сұраймын. Менің осы еңбек не бойынша, заң бойынша осы құжаттар неге рәсімделмей жатыр десем, бұлар маған осылай сонда менен жұмыс істеуімді талап етеді жаңа міндетім бойынша. Бірақ құжаттар рәсімдеуге қарсылық білдіріп отыр. Түсінесіз ба? Кейін 10 күннен кейін қырылып жүріп, әрең дегенде беріп отыр маған қолыма. Бұл 20-шы жылы басталған дау. Бұл кісілер сол кезден маған қысым көрсетіп жүрген кісілер. Тып-тыныш қызметімді істеп отырған жай ғана қарапайым қызметкермін мен. Білмеймін, нем жақпады менің. Көзім жақпады ма бұларға? Нем жақпады? Ұлтым жақпады ма? Нем жақпады бұларға? Вы 3 раза с ним судились, за 3 раза проигрывали дело. Нет, 3 раза суд доказывает, что я была незаконно уволена и были нарушены мои права. У нас есть постановление. Нет, но это сейчас же не важно. Сейчас важно то, что человеку восстановили на работу, а человек отказывается от другой работы. Сейчас вы просто хотите новую должность, да? Нет, другую работу. Новые обязанности, другие обязанности. Другие обязанности, потому что этих функциональных Неге рәсімделмеді? Эти обязанности сейчас... Разные обязанности. Конечно. Да. Нет, ну конечно разные. Есть начисление зарплаты, есть приход товара, есть реализация товара. Вот реализация товара у нас сейчас нет бухгалтерии, потому что ее делают менеджера сами. У нас свободной должности бухгалтера нет.
Но мы дополнительно, когда Афанасьев сказал соглашение, где мы прописываем, если вдруг бухгалтер болеет или в отпуске, Алия ему может замещать. Ну, если суд постановил, нам же надо человеку дать работу, она же должна чем-то заниматься. Никаких там что-то из экономического или высшей бухгалтерии мы не даем. Это все первичная бухгалтерия. И мы предлагаем, вот сегодня у нас заболел бухгалтер, надо срочно сделать документы. Я человеку предложила, она устроила скандал, вызвала. Поэтому Никто же не заставляет там годовой отчет да, или отчет по обязательно. НДС делать. Да. И еще Это что-то. все то, что предлагается, все қазір адвокаттар арыз дайындап жатыр осы мәселе бойынша. Бүгін ертең жібереді. маған керек емес па А? кәсіпқой керек па сіз Мен қысқаша түрде жазып берейін, иә? Қысқаша түрде жазып берейін. Да? Я же вас не вызывала. видите, в общем, ваша компания пишет. Вот смотрите, Можно написать. вот смотрите. Мы ей готовили уведомление, и вот здесь прописаны ее обязанности, которые она должна будет выполнять. Она с этим согласилась и написала, что да, она это будет выполнять. То есть, когда мы это оформили в должностную инструкцию, она отказалась это подписать. Сегодня мы принесли, вот СНТ ей надо было сделать. То есть, человек категорически отказывается это делать. Но при этом она хочет, чтобы ей повысили заработную плату. Сейчас у нее 193 тысячи. Она считает, что это много за ничего не делать. Вот, она хочет иметь большую заработную плату, но при этом она отказывается абсолютно от всего. Ну, то есть, человек согласился с тем, что она это не делает. Мен айтсам бола ма? Енді бұл жұмысты атқару үшін маған міндеттеліп отыр ғой, жаңа міндеттер, жаңа жұмыстар. Бұны атқару үшін бірінші құжаттар рәсімделмей ма? Маған еңбек ақым, жалақым қойылмай ма? Сонда мен білмей ертең бұл үшін не қандай жалақы алатынымды көзім жұмып, ешқандай мені қорғайтын, рәсімдейтін, ешқандай құжатсыз көзім жұмып жұмыс істей беруім керек па? Сонда бұл маған жұмыс істе деп отыр. Жұмыс істеу үшін қайда менің құқымды қорғайтын еңбек шартым қайда қол қойылған? Лауазымдық неге қол қойылған жоқ? Қалай менен жұмыста істеуімді талап етеді? Сонда мен көзім жұмып, білмеймін бе, не жалақы алатынымды білмей, ешқандай еңбек шартсыз жұмыс істей беруім керек па сонда? Мына кісінің талап етіп отырғанын көріп тұрсыз ба? Жұмыс істе дейді маған. Ал неге рәсімделмейді құжат? Неге бұлар қарсылық білдіріп отыр? Сіз трудовой инспекцияда Иә. Ол кісілерге жібердік, олар келеді. Оларға уголовно либо административно. Сіз арызбен азаматтық сотқа барасыз. жоқ, біз бұл арызбен бұл жайған, бұл не бойынша еңбек азаматтық сот не емес. Біз енді не қылмыстық не көтерейін деп отырмыз. Өйткені қараңыз, маған кемсітулер көрсетіліп отыр. Сізге қазір нені штаттарын көрсетейін. Біз мына жерде 7 есепші отырмыз. Жалғыз мен қазақ, менің зарплатам 2 есе төмен. Қалған бәрін 2 есе жоғары. Бәрі 470 мың алады. Мен жалғыз есепші бөлімінде жалғыз қазақпын. И менің ең төменгі жалақы менде бухгалтерияда, бухгалтерия бөлімінде. Написано не так. Написано не так. Вот посмотрите, что она написала в своем заявлении в прошлый раз о восстановлении работы. Сізге көшірме жасап сіз асықпай оқыңыз. Вопросы, кто вообще вот роль вносит. Сіз де менімен ұрысуға келдіңіз, а? Причем адвокату пришлось извиняться перед судьей вот за то, что Жоқ, ана. было написано. Не ғой? Қауіпсіздік бөлімі.